Сәлем достар. Бүгінгі қысқа диалогта жаңа сөздер болады. Жаңа сөздер маң, екінші тон маң, қол бос болу деген мағынаны білдіреді. Бұл жаңа сөз. Келесі бу, жоқ емес деген мағынаны білдіреді. Геге, аға. Та, ол, ер адамға қатысты айтылған ол деген сөз. Мына жерде жаңа сөз диди, іні. Мін, көптік жалғау. Та, ол болса, тамын, олар. Мысалы, не, сен болса, оған мінді қоссақ, сендер болады. Немін, сендер болады. Немесе мен, омын, біз. Одан кейін жаңа сөз доу, бәрі, барлығы. Міне осы жаңа сөздер. Енді диалогты оқимын. Не маңма? Сенің қолың бос па? Қол бос болу. Сенің қолың бос па? Не маңма? Обу маң. Менің қолым бос. Мынау қол бос болу емес. Орысша айтқанда я не занят. Менің қолым бос. Не хаума? Сен аға жақсы ма? Сенің ағаң жақсы ма? Немесе ағаңның қалы қалай? Не хаума? Та хын хау. Ол өте жақсы. Та хын хау. Не диди хаума? Не диди хаума? Сенің ағаң, сенің інің жақсы ма? Ағаң мен ініңнің қалдары қалай? Тамын до хын хау. Олардың барлығы өте жақсы. Тамын до хын хау. Мынау көптік жалғау, до барлығы. Тамын до хын хау. Енді диалогты басынан бастап оқып шығамын. Не маңма? Обу маң. Не хаума? Та хын хау. Не диди хаума? Тамын до хын хау. Енді жаңа сөздердің жазылуын жанына жазып кетейін. Әрбір иероглиф өзі белгілі бір ретпен жазылады. Оны қалай болса солай ортасынан шетінен бастап жаза бермеймін. Сондықтан көрсетіп кетейін. Маң. Осындай ретпен. Келесі бу. Үстінен астына қарай және солдан оңға қарай. Иероглифтардың барлығының жазылу реттері. Г. Үстіңгі бір сызық. Содан кейін мынау төрт бұрыш. Сызық. Төрт бұрыш. Сызық. Төрт бұрыш. Сызық. Г. Одан кейін та. Үстінен астына қарай. Диди. Негізі дұрыс жазылу реті осындай. Енді мін. Доу.